Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Егер мен сияқты тәттіні жақсы көретін болсаңыз, бірақ күннің ыстығында духовканы қосқыңыз келмесе, менде сізге керемет ұсыныс бар, менімен бірге болыңыздар. Менің жасағалы жатқан тәтті негізгі осы 3 ингредиенттен тұрады. Әрқайсысын дүкендерден, супермаркеттерден табуға болады. Негізі осындай дайын пудингтің упаковкасында қанша мөлшердегі сүт қолдану керектігі жазылған. Сол мөлшердегі сүтті сотейникке салқын күйінде құямын. Үстінен дайын пудингті саламын. Маған негізі какаолы немесе шоколадты пудинг керек болған. Жақын жерде менде тек қана осы ванильді пудинг қана болды, сондықтан үстінен 2 ас қасық какао салып, венчикпен жақсылап араластырамын. Қызып тұрған отқа қоямын. Осылай тоқтаусыз араластырып отырып, масса қоюланғанға дейін қайнатамын. Міндетті түрде жанында тұрып араластырып тұру керек, болмаса пудингтің табаны қоюланып қатып қалуы мүмкін. Шамамен 7-8 минуттан кейін менің пудингім дайын болды. Оттың қыздыруына байланысты әркімде әртүрлі уақытта дайын болуы мүмкін. Ең бастысы консистенциясына жақсылап қарайсыздар, қатты сұйық болмауы керек. Орташа, яғни қатты қою болса да, ол бөлшек-бөлшек болып қалуы мүмкін. Пудинг ыстық күйінде бірден пирогты жинауға кірісемін. Яғни видеода көрсетілгендегідей печеньенің бір бетіне жағып, алғашында үсті-үстіне қойып, кейін тұрғызып, жандарына жабыстырып отырып, тортты жинаймын. Мүмкіндігінше бұл процесті өте жылдам жасаған жөн, себебі суыған сайын пудинг қоюланып қата бастайды. Мен тарелкама сыйғанша жасадым, кішкене печеньемен де артық қалды. Пудингті болашақ пирогтың жандарына, бетіне, молынан жағып, тегістеп шығамын. Дайын пудинг дегенде ол кәдімгі қайнатпалы крем ғой негізінде. Егер пудингті таппаған жағдайда кез келген қайнатпалы кремге какао қосып жасай беруге де болады. Кремді өзіне жақсылап сіңіру үшін 2 сағатқа тоңазытқышқа жіберемін. Жандарын тазаладым. Енді әсемдеу әрқашан сіздің өзіңіздің еркіңізде. Мен жаңағы қалған печеньеларды майдалап, табанына жабыстырып шықтым. Және де бетінен молочный шоколадты ыңғайлы пакетикке салып, оны пакетигімен бірге қайнаған суға салып еріттім. Осындай узорлар жасадым және ортасынан фисташки сеуіп шықтым. Бар болғаны осы қыздар, өздеріңіз көргендегідей оп-оңай. Және де маған сеніңіздер өте дәмді. Осындай ерекше бөліктерге бөлгім келді, бірақ мен бөліктерді өте үлкен қылып алып жібердім. Егер мен сияқты кескілеріңіз келсе, араларын кішкене жиірек қылып алуға кеңес берем. Және де қыздар ұсынар алдында әрбір кусочектің бетінен молочный шоколад жағып, кішкене орехтардан сеуіп берсеңіздер де дәмді, көрінісі де әдемі болады. Меніңше, жазда міндетті түрде жасалуы керек десерт. Видеоның ортасында пудингті өздеріңізде жасауға болатынын айтып өттім. Егер үй жағдайында жасалатын пудингтің рецептісі сіздерге керек болса, комментарийда жазып қалдырыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Егер ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар және де каналыма тіркеліңіздер. Әр аптада ерекше дәмді рецепттермен сіздерді қуантып отырамын. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Көріскенше.